Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен ханум ораманан дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, комментарий, лайк жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: ұн, су. Суымызға тұзымызды салып, тұзымыз жақсылап ергенше араластырамыз. Яғни біздің тұзымыздың бәрі бір келкі суда езіліп тұруы қажет. Онан соң оның үстіне бір ас қасық сұйық майымызды құямыз да қайтадан жақсылап барлығын араластырамыз. Онан соң дайын болған тұзды суымызды қамырымызға ақырындап құйып отырып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты болмауы қажет. Енді осы дайын болған қамырымызды жарты сағатқа не болмаса 20 минутқа салафан кигізіп, тындырып қойып қоямыз. Ол уақытта біз қамырымыз тұнғанша салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін маған қажетті заттар: картоп, жуа және де қырыққабат капуста. Яғни осы қырыққабаттың жартысы бөлігін ғана алдым. Және де жусай қостым. Ол мұнда видеоға түспей қалыпты. Ең алдымен жуамды майдалап, осылай турап алдым. Онан соң картопымды да бөлшектерге бөліп, кубиктерге айналдыра отырып, осылай турадым. Және де қырыққабатымды да жіңішкелеп турап, онымды да кубик етіп, жуам мен картоптың үстіне салдым. Осы уақытқа қамырымды қайтадан бір басып 4 бөлікке бөліп қойып қойдым. Жаңағы дайын болған қоспамыздың үстіне мен енді үкіштен өткізілген етімді, яғни фаршымды қосып, және де жусайымды майдалап турап шықтым. Онан соң тұзымды, дәмдеуіштерімді қостым. Қара бұрышымды, қызыл бұрышымды қосып, өзіңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз да болады. Барлығын жақсылап араластырдым. Біздің салмамыз дайын болды. 4-ке бөлген қамырларымды жақсылап жұқалап жайып шықтым. Және де осы жерде айта кететін бір лайфхак: таза газетімді алып қамырымның астына төседім. Енді осы дайын болған қамырымның үстіне мен қоспамды саламын да жақсылап барлығын жайып шығамын. Қазір енді осы газетімнің арқасында мен орама нанымды бір келкі ғып ораймын. Дәл видеода көрсетілгендей орасаңыздар болады. Не болмаса қолмен орасаңыздар да болады. Бірақ газетпен ораған өте ыңғайлы. Дәл осы видеодағыдай орап шықсаңыздар болады. Енді дайын болған осы орамамызды, ыдысымызды майлап, орама нанымызды салып шығамыз. Қайнап тұрған суымыздың үстіне орама нанымыздың бәрін тізіп шығып, 40 минутқа қойып шығамыз. Біздің орама нанымыз 40 минутта пісіп шықты. Мінекей, біздің ханум ораманан дайын болды. Дәмі тіл үйіреді. Жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.